Сау саламатсыздар ма қымбаттыларым, қайырлы таң болсын, күндеріңіз сәтті өтсін. Енді өмір сабақтары еркін тақырыпта біраз әңгіме қозғайық. Мен көптеген әйел азаматшалардың қасында көп жүретіндіктен, көптеген әңгіме тақырыптар қозғайтындықтан, бүгінгі тақырыптарымды миллиондар ұстаушы әйелдер тақырыбын қозғағым келді. Негізі қалай ойлайсыз? Осы миллионға киінетін, миллионның киімін алатын, миллионның сумкасын ұстайтын әйелдер бақытты деп ойлайсыз ба? Және де олар осы ақшаны өз еңбегімен, таза еңбекпен тапты деп ойлайсыз ба? Қалай ойлайсыз? Сіз өзіңіз ойлап көріңіз, е? Ал енді егер де сол миллиондарға киініп, миллиондардың ақшасын ұстайтын әйел азаматтарды болсын, ер азаматтарды болсын ойлап қарайтын болсақ, олардың миллиондаған проблемалары да жетіп жатады. Негізі қарайтын болсақ, мен өз басым қарапайым бір 10-50 мыңның, 100 мыңның көйлегін киетін қарапайым әйелдердің өмірі де, олардың ұстайтын ақшалары да қарапайым болғандықтан өмірлерінде де проблема ешқандай жоқ, шағын ғана кішкентай проблемадар, және де олар бақыттырақ па деп өз басым ойлаймын. Себебі ақшаларын алады, айдың аяғында. Және де әркім әрқалай қолданады. Негізі алатын болса, ақшаны үшке бөліп ұстау керек деп айтады. Мұны біледі әр қазақ анасы деп ойлаймын. Қандай да бір тойыма деп бөлек қойып қояды, жиналатын ақша болады. Оны бақыт банкісіне немесе бақыт кошелегі деп айтады, соған жинап отырады. Және де күнделікті тұрмысқа, тамағына, жолына деп қалдырып жатады. Және де отбасына деп қандай да бір киім-кешек немесе үйге жиһаз деген ортаға бөліп қоятын үшінші ақша болады. Міне қымбаттыларым, негізі ақшаны осындай үш бөлікке бөліп ұстағанда ақшаның берекесі де болады. Сіздің қолыңызда және үйіңізде әр уақытта ақша тұратын болады. Ақша негізі ақшаны шақырады дейді, сондықтан да ырымдап үйіңізде бақыт банкісінде немесе бақыт кошелегінде ақшаны ұстауды біліңіз. Сонда сіз ертеңгі миллионерлердің біріне айналасыз. Бірақ та қарызы жоқ миллионерлердің бірі болыңыз. Әр уақытта сіздің есебіңіз дұрыс болсын, кіріс пен шығыс, және де бақытты, бақ-дәулетті, бай-қуатты ғұмыр кешуге тырысып бағыңыз. Және де балаларыңызды оқытып, кем дегенде 5 тіл білуге үйретіңіз. Себебі қазіргі заманда мына заманауи алатын болсақ, шетелге шығатын болса да, басқа жерлерге баратын болса да, жұмыс барысында да тіл білгені өте керемет. Себебі Алматы қаласында тұратын болсаңыздар, көптеген ұлттардың келіп жатқанын көресіздер. Метрода жүргенде де ағылшын тілінде сөйлеп жатқан қазақ жігіттерін, қыздарын көреміз, келген қонақтармен еркін түрде сөйлесіп жатады. Сондықтан да сіздің балаңыз да шетелге шыққан кезде еркін сөйлесін десеңіз, сіздің де балаңыз көптеген тілдер білетін болса, қай жерге барса да өзін еркін ұстайтын болады. Сондықтан да қымбаттыларым, бүгінгі күні жұмыс жасап қалыңыз, денсаулығыңыз бар кезде, әр күніңізге шүкірлік айтыңыз, тәубе деп жүріңіз. Әр іс келген кезде негізі барлық жамандықты жеңіп шығатын ол сіздің тәубеңіз. Әр істі аяқтаған кезде, әр істі істеп бітіріп, осы жетістікке жеткен кезде сіз қандай да бір қиындықтарды жеңіп шығасыз. Сіздің мақсатыңыз орындалған кезде, арманыңыз орындалған кезде, міне барлық қиындықтарды жеңіп шықтым деп өзіңізді мақтай жүріңіз. Сау саламатта болыңыз. Ең мақтауға тұрар адамның бірі сізсіз, соны біле жүріңіз. Сау саламатта болыңыз.